Ассалаумалейкум, кәсіп видео порталын тамашалап отырған қадірменді желі қолданушылары, назарларыңызға Бағдар хабарының кезекті санын ұсынамыз. Қыркүйектің 6 күні мемлекет басшысының қатысуымен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Келелі кеңесте не айтылды? Осы сауал бүгінгі біздің хабарымызға арқау болады. Студия қонағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі, экономист Мұхтар Тайжан. Ассалаумағалейкум. Мұхтар Болатханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сұхбатымызға кіріспес бұрын сізді ең алдымен бүгінгі туған күніңізбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Енді кеңес деп айтып отырмыз. Осы алғашқы отырысы өтті. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесіне сондай бір үлкен сенім артып отырған жұртқа не айтар едіңіз? Жалпы алғашқы отырыс қалай өтті және оған сіздің көңіліңіз қаншалықты толды? Менің көңілім бұлай толып тұр деп айтуға болады, өйткені басы жаман емес. Президентке түгел ойымызды, қоғамның көкейінде жүрген ұсыныстарымызды түгел айттық. Ешкім бізге ешқандай шектеу жасаған жоқ. Айман Умарова жақсы сөйледі меніңше. Саяси тұтқындардың ең сондай өте зиянды бір бап бар да, 174-ші бап. Сол туралы анық айтты, декриминализация керек екен. 130-ші бап туралы айтты, жала жабу туралы. Ол да декриминализация. Одан гөрі айыппұл орнатуымыз керек деп ұсынды. Басқалардың да сөзі маған бұлай көңілімнен шықты. Асылбек Қожахметов жақсы сөйледі. Айдос Сарым жақсы ұсыныстарды айтты. Мысалы, олар екеуі саяси топтың өкілдері. Сайлау туралы жаңа заң керек деп айтты. Сосын бұқаралық ақпарат құралдар туралы жаңа заң керек деп айтты. Саяси партиялар туралы жаңа заң керек деп айтты. Митингтер туралы жаңа заң керек деп айтты. Яғни саяси реформа ол міне осы ғой. Осы негізгі заңдар осы. Мен және Рахым Ошақбаев экономикалық топтың атынан сөйледік. Біздің ұсыныстарымыз осы болды. Квази мемлекеттік секторын азайтуымыз керек, жаппай азайтуымыз керек. Сонда ғана экономикамызда жеке сектор үшін орын пайда болады. Жеке сектор ол не деген сөз? Ол шағын орта бизнес қой. Олар дамып кетсе, онда жастарға жұмысшы орын пайда болады. Екіншіден демонополизация, дерегуляция. Әр салада, әр нарықта бізде жасанды монополия бар. Монополия бар жерде шөп өспейді. Басқа фирмаларға ешқандай мүмкіндік болмайды. Сонда жұмыссыздық жоғары болады, көп болады жұмыссыздық. Осындай монополиялардың біз көзін құртуымыз керек. Келесі бір үлкен ұсыныс ол жаңа салық кодексын жазуымыз керек. Кодекс өте қарапайым, өте либералды болу керек. Ал әлбетте мен жер мәселесін көтердім. Өйткені президент ылғи шетелдіктерге сатпаймыз деп жатыр ғой. Ол дұрыс, келісем. Одан гөрі біз ешкімге жеке меншікке сатпаймыз деп айтуымыз керек. Ал шетелдіктерге тіпті жалға да бермеуіміз керек. Ол бір проблема, екінші проблема ол латифундизм. Латифундизм ол бос жатқан жерлер. Президент өз жолдауында жақсы айтып кетті, ол туралы айтпақшы. Мен бұл проблемамен біраз айналысып келе жатырмын. Сондықтан нақты не істеуіміз керек деп ұсындым. Біріншіден бізде спутник мониторингті заңдастыруымыз керек. Яғни жер кімнің қолында, егеріп тұрма, жоқ бос тұрма. Ол комиссиялар емес, жер әкімшіліктер емес, жер комитеттер емес, жергілікті билік емес, объективті ақпарат бойынша біз шешім қабылдауымыз керек. Өйткені спутник ол видео камера секілді объективті ақпарат береді. Мына осы нақты осы жерде вегетация болды ма биыл? Немесе видео
камера секілді былтыр болды ма вегетация 7 жылға дейін ақпаратты көруге, тексеруге болады. Осы ақпаратпен пайдаланып біз шешім қабылдауымыз керек. Егер 2 маусым 2 жыл мына жер игермей тұрма, онда бұл жер қайта мемлекетке қайтарылу керек. Осындай не ұсыныс, сосын бірыңғай аграрлық салығын ұсындым. Ол не деген сөз? Бүгінгі таңда жер жалға алған кезде бос жатқан жерге ешқандай салық төлемейсің. Жылына 37 теңге ғана төлейсің. Қазір 37 теңге тіпті бір кесе шай сата алмайсың ғой. А бұл жерде жылына 1 гектар үшін 37 теңге ғана төлейді екен. Ал егер жұмысты бастасаң, онда қосымша 7-8 салық қосылады. Сонда бүгінгі таңда жермен айналысу деген тиімсіз. Біз басқаша жасауымыз керек. Жерді жалға алдың ба, сол күннен бастап, сол жылдан бастап, сен осы алған жердің көлемі бойынша салық төлейсің. Сонда жұмыс істейсің ба, жұмыс істемейсің ба, бәрібір салық төлейсің. Яғни саған жұмыс істеуге тиімді болады. Жұмыс істесең, бұл салық саған жеңіл болады. Ал жұмыс істемесең, онда қалтана ауыр болады. Сонда сен не жұмыс бастауың керек боласың, немесе мына жерді мемлекетке қайтаруға мәжбүр боласың. Ол да бұл өте сондай эффективті құрал. Осындай ұсыныстарымды айттым. Түсінікті. Мұхтар Болатханұлы, енді сіздің осы әріптесіңіз Рахым Ошақбаев мырза мына зейнетақы жүйесін қайта қарау мәселесін көтерді ғой өз баяндамасында. Бұл ретте енді биліктің пікірі қандай болып тұр осы мәселеге қатысты қазіргі таңда? Енді бұл жерде биліктің пікірін біз әзірше білмей отырмыз, бірақ не Рахым, не мен біз тек қана өзіміздің атымыздан сөйлеген жоқпыз. Біз ана топтың атынан сөз сөйледік. Біз бұл тақырыптарды топымызда бірнеше рет талқыладық. Әбден пісіп жетіп барып шығарып. Өйткені біздің тобымызда құдайға шүкір елге танымал экономистер баршылық. Ол Ораз Жандосов мысалы, ол Рахым Ошақбаев, ол Полат Палымбетов, ол Дания Еспаева, ол Абылай Мырзахметов, Бағдат Мусин, осындай танымал экономистер. Бұл зейнетақы жүйесінде бүгінгі таңда үлкен бірақ қана монополист бар, ЕНПФ, мемлекеттік қор. Бұрын олай болмайтын. Бұрын бір-біріне бәсекеге шыға алатын компаниялар болды. Халықта таңдау болды. Не мына зейнетақы қорға бәсеке болды. Бір жағынан, екінші жағынан таңдау жасауға болатын еді. Өйткені мен мына компанияға ақшамды берем, мына компаниялар бір-біріне бәсеке болды. Қазір бұндай жоқ. Қазір бірақ қана үлкен мемлекеттік зейнетақы қор, мысалы операциялық шығындар, бұл қордың операциялық шығындар ғана. Яғни мына офис, мысалы айлықтар, командировка 20 миллиард теңге жылына. Ол не деген сөз? Ол қаржы министрліктен бірнеше есе көп. Ол не деген сұмдық? Ол халықтың ақшасы емес пе? Монополизм бар жерде шөп өспейді. Дәл осы, дәл өзі өте нақты мысал. Сондықтан біздің ұсынысымыз, біз қайта бұрын болған жүйеге қайта оралуымыз керек. Бірнеше зейнетақы қор болу керек, жеке компаниялар айналысу керек. Бір-біріне бәсеке жасай алатын. Сонда ғана халқымыз үшін ол тиімді болады. Бәсеке бар жерде сапа болады және бағалар түседі. Сосын жеке компаниялар бәрібір ол жауапты болады ғой. Мемлекеттік органдан не сұрайсың? А бұл жерде жауапқа тартуға болатын еді. Сосын мына соңғы жылдары жалпы
қоғам тарапынан түсініспеушілік тудыратын бір мәселе, ол мына ұлттық қордың қаражатына қатысты мәселелер. Кез келген уақытта бір трансферт жасағанда жұрт ду ете қалады. Банкке береді, анда береді деген секілді. Осы мәселеге қаншалықты қамтылды? Бұл жерде Ораз Жандосов өте нақты ұсыныс айтты. Енді дейді, біз банктарға ешқандай ұлттық қорымыздан ешқандай көмек көрсетпеуіміз керек. Ол да біздің бәріміздің ұстанымымыз. Ол да өткені былай қарасаңыз, соңғы 10 жылдың ішінде жеке банктарға 20 миллиард доллар кетті. Ол не деген сұмдық ақша? Қазір мысалы көп балалы аналарға ақша жетіспей жатыр, қазір боларға көмек көрсетуге қиын, ал бірақ ақшамыз бар ғой. Бұл ақшамен тек қана біз жақсы пайдалануымыз керек. Қазақстан деген өте бай ел. 18 миллион. Ол былай қарасаңыз, бір үлкен қала. Шанхай, Мәскеу, Қайыр, Тегеран секілді. Бар қаражатымыз. Тек қана біз бұнымен қаражатымызбен жақсы пайдалануымыз керек. Жақсы реттеп, ашық. Сондықтан ұлттық қорымыздан тек қана халыққа пайдалы, мысалы инфрақұрылым, ұлттық қорымыздан қай мақсатқа ақша алып пайдалануға болады. Инфрақұрылымға ақша салуымыз керек. Мысалы темір жол, инфрақұрылым, мысалы газопровод дейміз, мысалы ирригационный жүйе дейміз. Ол бұндай керек, өткен ол инфрақұрылым. Ол бірнеше буынға пайда әкеледі болашақта. Ешқандай жеке бизнес инфрақұрылымға ақша сала алмайды, өткені ол қайтаруға өте қиын. Мысалы жол, темір жол, мысалы тас жол салуға, бұндай жобаларға ақша жұмсауға болады. Ал жеке банктерге ақша беру, кешірім сұраймын, ол миға сыймайтын нәрсе, ол жеке фирма ғой. Жеке банк, жеке фирма. Банкрот болдың ба? Банкрот болды. Мен сізге айтайын, бюджетімізден 40%, бюджетіміздің шығындары 40% ол ұлттық қорынан трансферлері. Тікелей трансферлері. Азайтуымыз керек. Біз шығындарымызды реттеуіміз керек. Егер мысалы квазимемлекеттік сектор азайтсақ, өйткені квазимемлекеттік сектор ол деген не сөз? Ол 500-ден астам ұлттық компаниялар. 90% немесе 95% банкрот. Жыл сайын бюджетімізден ақша алып отырады. Мысалы квазимемлекеттік секторын біз азайтсақ, жаппай, бұны жылдам жасауға болады. Банкрот болдың ба, жауып тастау керек. Сонда шығындарымыз азаяды ғой. Керек емес шығындар. Бұл шығындар керек емес шығындар. Шығындарымызды азайтсақ, онда әлбетте ұлттық қорымыздан да ақша алуға қажет болмайды. Ал бірақ инфрақұрылымға, немесе осындай әлеуметтік проблемаларды шешу үшін, мысалы көп балалы аналарымыз секілді, бұндай мақсаттарға ұлттық қордан ақша алуға болады. Өйткені ұлттық қор деген халықтың ақшасы ғой. Халыққа тиімді керек болатын болса, қаражат алуға болады. Бірақ бұл механизм, бұл үрдіс алатын, қай мақсатқа аламыз, ол ашық болу керек. Сол үшін парламентте халыққа жақын, көзі ашық депутаттар отыру керек. Ол халықтан жасырын түрде алуға болмайды бұл ақшаны. Норвегияда осылай істейді. Күнде интернетті ашсаң, күнде қарауға болады. Ұлттық қорда қанша ақша бүгін қай мақсаттарға кетіп жатыр, оны әр азамат ашып көруге болады. Көре алады. Мұхтар Болатханұлы, енді сіз өз сөзіңізде жаңа кеңесте де айттыңыз, мынау квази мемлекеттік сектор туралы. Бұл ретте енді мысалы біз айтамыз, ауыл шаруашылығы министрлігі бар, Қазагро бар, ауыл шаруашылығы қаржылық қолдау қоры деген. Тағы бір қор. Қазагрофинанс бар енді. Айта берсеңіз, жаңағы орыстың матрешкасындай бірінің ішінен бірі шығады. Мемлекеттік, квази мемлекеттік сектор деген осы. Қазагро банкрот. Олар
түгел банкрот қой былай. Осы мәселені енді кеңесте көлінен көтеріп жаңағыдай көздерін жеткізіп айта алдыңыздар ма? Енді мен квази мемлекеттік сектор туралы нақты айттым ғой. Ол бір сөзбен арнайы мына Қазагро немесе Байтерек, Даму айтқан жоқпын. Енді оған қажеттілік те болған жоқ. Өйткені ол түгел, ол квази мемлекеттік сектор. Мысалы, Қазагроны айтып отырсың ғой. Соңғы 15 жылда Қазагро арқылы 4,5 миллиард доллар ана латифундистерге өте ірі компанияларға кетіп қалды. Ал сол ірі компаниялар, ол бір жағынан мемлекеттен осылай Қазагродан ақша алып отыр, екінші жағынан ана жерлерін кепілдікке беріп банктарға несие алды, оған бәрін қарамастан қазір банкротта отыр. Ал қайда ақша кетті? Тағы да құмға кетті ғой ақша. Өйткені мемлекеттік секторында ешқандай жауапкершілік болмайды. Жауапкершілік деген тек қана жеке секторында болады. Сондықтан біз жеке секторды көбейтуіміз керек. Сонда ғана экономикамыз дамиды. Ал жеке секторын дамыту үшін біз бір жағынан квази мемлекеттік секторын азайтуымыз керек, екіншіден монополияға жол бермеуіміз керек. Бизнеске қолдау тұрғысында жаңағы бизнесті дамытуға кедергі келтіріп отырған мәселелерді жою мәселесінде қандай да бір ашық әңгімелер айтылды ма? Ол бір сөзбен айтылады. Ол дерегуляция деген. Мен былай айттым. Біріншіден, неге экономикамыз дамымайды? Біріншіден, ол мемлекеттің кінәлі деп айттым. Осылай бастадым. Өйткені мемлекеттің рөлі, мемлекеттің үлесі экономикамызда тым үлкен. Тым үлкен. Біз мемлекеттің ролында, үлесінде азайтуымыз керек. Сонда нағыз экономикаға, нағыз жұмысшы орындарға орын босатамыз. Сен айтып отырған, ол дерегуляцияға кіреді. Дерегуляция. Өйткені енді мемлекет аз болу керек экономикада. Мен мынандай мысалды келтірдім. Былай айттым, мемлекет экономикамызды босату керек. Еркіндік беруіміз керек. Өйткені еркіндік болмаса, ештеңе өспейді, ештеңе дамымайды. Былай қысып отырсаң, ештеңе өспейді ғой. Біз босатуымыз керек. Тағы бір үлкен проблема — сот жүйесі. Өйткені сот жүйесі бір жағынан мықты, тәуелсіз, екінші жағынан кәсіби болмаса, онда экономика дамымайды. Ол дәлелденген мәселе. Біздің өкінішке орай сот жүйеміз әлсіз, біріншіден тәуелді. Өйткені ана әкімдерге бағынады. Енді бұлай ресми емес, бірақ бәрібір әкімдердің ықпалы өте зор. Судьялар өте тәуелсіз болу керек, бай болу керек, ресми түрде. Өйткені бұларға айлық деген жоғары болу керек. Олар экономикалық былай ақша жағынан тәуелсіз болу керек. Бір жағынан, екінші жағынан олар кәсіби болу керек. Кейбір судьялар өкінішке орай енді сауатсыз деп айтсам артық болмайды. Сондықтан кәсіби болу керек, емтихан тапсыру керек. Керек болса, қалай дейді, ол не иллюстрация емес, не емтихан тапсыру керек. Мұхтар Болатханұлы, енді осы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысында өзіңіздің бір қабат деген осы дүние айтылмай қалды деген мәселелер болды ма? Біз өте мұқият түрде дайындалдық. Бірнеше рет талқыладық. Сен мынаны айтасың, мен мынаны айтам. Тізім жасадық. Сондықтан барлық мәселелерде мен айттым. Енді бұл жерде топтың атынан сөйледім ғой. Егер өз басымнан сөйлеген кезде, мен мысалы Еуразиялық одағынан шығуымыз керек деп айтар едім. Өйткені ол үлкен экономикалық бодандық. Біз мына одағынан шықпасақ, онда өндіріс болмайды бізде. Мен ойымша, мен бұны 10 жылдай айтып келе жатырмын. Өндіріс ашуға шарт жоқ қазір. Өйткені бізде шекара жоқ. Бізде сыртқы экономикалық саясатымыз жоқ.
Бізде өзіміздің ана бәш салықтарды реттейтін кодексіміз да жоқ. Көрдің ба? Ол былай сыртқы экономикалық саясаты өте маңызды. Салық бәштәрді жоғары қоюға мүмкіндік болу керек бізде. Бүгінгі таңда біз оны жасай алмаймыз. Өйткені біз тәуелдіміз да, тәуелдіміз. Сондықтан мен соны айтар едім. Екіншіден, осы ұлттық банкіміз біз саяси тұрғынан тәуелсіз қылуымыз керек. Бүгінгі таңда ұлттық банкіміз саяси жағынан өте тәуелді, өте әлсіз. Бұндай банк орталық банк дейді ғой, дүние жүзінде. Бізде ұлттық банк дейміз. Ұлттық банк мықты болмаса, онда банк жүйесі әлсіз болады. Бір-біріне бәсеке жасай алмайды. Бізде де бүгінгі таңда банк жүйемізде монополист бар деп айтуға болады. Толық негіз бар. Монополист кәдімгі бір 60-70% бір ғана банк ұстап отыр. Мысалы, банкоматтарды санасақ. Олай болмау керек. Бәсекелестік болу керек. Сонда ғана халыққа пайдалы болады. Монополия бар жерде баға жоғары болады, сапа төмен болады. Бәсекелестік бар жерде керісінше сапа жоғары болады, баға төмен болады. Соны айтар едім, бірақ бұл жерде енді мен топтың атынан сөйледім ғой. Бірақ бәрібір мен бұны ұмытпаймын. Әрі қарай. Алдағы уақытта мүмкіндік болады дейсіз? Иә, бұл енді соңғы отырыс болмайды ғой. Сосын біз осы 3 айдың ішінде біраз жұмыс атқарып бітіруіміз керек. Өйткені 3 айдан кейін біз халыққа нақты нәтижелерімізді көрсетуіміз керек. Өйткені бұл жерде құр сөз маған да керек емес, ешкімге де керек емес, халыққа да керек емес. Сондықтан біраз мысалы жер мәселесін шешіп тастауға болады. Мысалы спутник мониторингті осы 3 айдың ішінде әбден заңдастыруға болады. Ол бұл жерде көп жұмыс жоқ. Бұл жерде тек қана ауыл шаруашылығы министрі бұйрық шығару керек. Болды. Амандық болса, оған жетеміз. Өйткені қазір мысалы мен Жеңіс Қасымбек өте сауатты вице-премьер өз қолына алып отыр. Осы сенбі күні амандық болса үлкен жиналыс өткізетін боламыз. Сол жерде мен үміттенем, бір шешім қабылданады. Түсінікті. Енді көп мәселе айтылды, көп дүниелер көтерілді. Ендігі шынымен сөзден іске көшетін кезді халық күтіп отыр. Әлбетте. Енді алдағы уақытта не өзгеру мүмкін осы тұрғыда? Мәселен, кеңестегі айтылған мәселелер солар бойынша нақты шешім қабылданады дегенге нақты бір сенім бар ма? Біз былай келістік. Енді былай ұлттық кеңестің хатшысы Ерлан Карин мырза ғой. Біз ол кісімен былай келістік. Біз қазір жалпы бірыңғай бір жоспар сызатын боламыз. Қай мәселені қай министрлікпен шешеміз. Мысалға жер мәселесін қандай министрлік жауапты? Ауыл шаруашылығы министрлігі. Біздің атымыздан мен жауаптымын. Осындай қандай мерзімде шешім қабылдануға болады. Бәрін мерзімді де қоямыз, үлкен жоспар сызамыз, сол жоспар бойынша жұмыс істейтін боламыз. Міндетті түрде нәтиже керек. Жер мәселесі айтып кеттім. Мысалы, квазимемлекеттік секторын қалай азайтамыз? Оны да тіпті жоспар жасауға болады. Басқа, мысалы, зейнетақы айтпақшы бірнеше ұсыныстарымызды президент өз жолдауында бізден бұрын айтып кеткен. Мысалы, біздің ұсынысымыз мына зейнетақы қорына 5%-ық төлемін алып тастау керек деп ұсындық. Қарасақ, президент бұны айтып кетті. Мысалы, жер мәселесін кәдімгі латифундизм туралы мен айтайын деп едім. Бұл мәселені де президент айтып кетті. Бірақ оған қарамастан біз бұны жоспарымызға қосамыз да, әрі қарай
қадағалаймыз. Иә, президент айтып кетті деп отырсыз. Жалпы енді кеңес өтті, иә, осы келесі кеңес 3 айдан кейін шамамен өтеді деп отырмыз. Енді жаңа осы 3 айда мәселен кеңестен бөлек сіздер баспасөз мәслихатын өткізіп, иә, айына бір рет болса да, ондай болады ғой, қарастырылған ғой, иә? Мен мысалы бұрында енді ашық болуға тырыстым, иә, әлеуметтік желілерде бармын. Ашық бола беремді өз басым, бәрімізде. Сосын бізде ана Фейсбукта да, басқа Телеграмда да бізде парақшамыз бар. Ана ұлттық кеңестің. Оған да жазуға болады. Біз бәрін қараймыз. Яғни кез келген бір идеясы бар, мәселесі бар адамдар хабарласа болады. Әлбетте, журналистермен осындай отырып, сұрақтарына жауап беріп отырамыз, міндетті түрде. Керек болса баспасөз мәслихатты да өткіземіз, оған ешқандай кедергі жоқ. Түсінікті. Мұхтар Болатханұлы, енді жаңа айтып отырмыз, президент бұған біздің айтайын деген мәселемізді айтып кетті жолдауында деп. Біраз айтып кетті. Шағын бизнесті мысалы біраз салықтан босатты. Бұны да біз айтайық деп едік. Шағын бизнесті проверкалардан 3 жылға босатып жіберді. Бұны да біз айтайық деп едік. Бірақ бізден бұрын айтып кетті. Енді бастапқыда осы ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құру туралы жарық шыққан кезде алғашқы отырысы тамыз айының соңына белгіленген болатын, мен ұмытпасам. 28-інде. Енді қыркүйектің 6-сы күні өтті, нақты жолдаудан кейін, яғни. Осы арада бір байланыс жоқ па? Бұл жерде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Өйткені тамыздың 28-інде біз шында да жиналдық қой. Бірақ ол жиналыс, бірінші жиналыс ол ұйымдастыру жиналыс бол. Қалай жұмыс істейміз? Күшірбаев жүргізді, Күшірбаев мырза жүргізді. 3 топты құрдық, сосын бұлай келістік. Енді елімізге саяси реформа керек, экономикалық реформа керек, және әлеуметтік, мәдениет сондай не реформа керек. Сондықтан біз тамыздың 28-інде біз 3 топты құрдық. Сосын кім қандай топқа барады былай келісіп алдық. Ол ұйымдастыру, қалай жұмыс істейміз? Соның бәрін талқылап, 6 күні президентке нақты ұсыныстарымызды айтуға үлгердік. Меніңше тамыздың 28-інде өткен жиналыс пайдалы болды. Енді сіз осы сұхбат барысында мұна экономикалық саладағы мәселелерді қамтып отырсыз. Ал кеңесте мұна саяси реформа тұрғысында нақты қандай ұсыныстар айтылды? Мен басында айтып кеттім, бірақ керек болса тағы да қайталап айтам. Бұны кеңірек ашып айтсаңыз. Бұл саяси топтың атынан Асылбек Қожахметов сөз сөйледі, және Айдос Сарым. Айдос Сарым 5 заңды айтып кетті. Ол өйткені саяси реформа нақты заңдар ғой. Ол қандай заңдар? Ол сайлау туралы заң, жаңадан жазу керек, саяси партиялар туралы жаңа заң, митингтер туралы жаңа заң, бұқаралық ақпараттық құралдар туралы жаңа заң, яғни сөзінің еркіндігі. 5-ші есімде жоқ, бірақ осындай өте маңызды заңдар. Сосын Айман Омарова сөз алды, қосымша. Ол саяси тұтқындар туралы айтып кетті. Бірақ саяси тұтқындардың бұлай жалпы алсақ нақты баптар бар ғой, ол қандай баптармен отырады саяси тұтқындар? Ол 174-ші бап. Яғни қалай дейді, арандату, қоздыру деген не бар ғой, ол 174-ші бап. Ол Айман Омарова нақты ұсыныс айтты, декриминализация жасау керек бұл бапқа. 130-ші бап, ол жала жабу, клевета. Ол журналистерге өте қауіпті бап. Бұл жерде де ол криминализацияны ұсынды. Меніңше бұл ұсыныстар өте нақты болды. Егер осы 2 бапты біз өзгерте алсақ, онда ол үлкен пайда болар еді. Сонда бізде саяси тұтқындар да азаяр еді,
журналистерге де сөз еркіндігін біз қамтамасыз етер едік. Президент айтты кеңесте референдум үшін реформалар үшін жаңағы өткізбеуіміз керек деп. Бұл тұрғыда енді алдағы кеңесте мәселен сіздердің бұл қандай нақты мәселелерді көтереміз деп жоспарлап отырсыздар? Енді мен экономикалық ұсыныстарымды жақсы айтып кеттім деп ойлаймын. Жаңағы мәселені өзіңіз көтеріп отқан бірыңғай экономикалық кеңістік туралы мәселе көтеріле ме алдағы 3 айдан кейін? Келесі отырыста дегенім ғой. Көреміз. Уақыт көрсетер. Әлі 3 ай бар ғой. 3 айдың уақыты бар. Бірақ мен үшін ең маңыздысы 3 айдың ішінде нәтижеге жету. Өйткені 3 айдан кейін тағы да ешқандай нәтиже болмайтын болса, немесе құр сөз қала берсе осы біздің ұсыныстарымыз, онда ол үлкен ұят болады халықтың алдында. Сондықтан біз бұған жол бермеуіміз керек. Осы алдымен осы айтқан ұсыныстарымызды біз жүзеге асыруымыз керек. Осымен айналысайық. Әрі қарай көре жатармыз. Мұхтар Болатханұлы, енді кеңестің тағдыры не болады? Жалпы жиналу механизмі бар, таралу механизмі қалай болады? Жоқ әлде бұл ұзақ жылға жұмыс істейтін орган ба? Бұрынғы кеңестердің күйін кешпей ме деген сауал мазалап. Президент Тоқаевтың айтуынша бұл тұрақты бұл орган, енді орган ғой, бұл орган тұрақты жұмыс істейді, бірақ мүшелер ауысады. Тек қана осы адамдар отырмайды, ауыса береді. Меніңше ол өте дұрыс, өйткені қоғамымызда лайықты адамдар баршылық. Меніңше депутаттар да осындай болу керек. Уақытша отырады, кетеді. Билікті ауысу керек, былай айтатын болсақ. Және де осы ұлттық кеңесті ауысу керек. Мынау айтты ма, жасады ма, кетті, келесі адам келсін. Лайықты, жақсы, өте сондай ақылды адамдар бар ғой. Бірақ тұрақты түрде жұмыс істейді. Көреміз, бірақ негізі бізге осындай ұлттық кеңестен гөрі бізге өте күшті мәжіліс керек. Егер осындай әлеуметтік, солар жұмысын қазір сіздер атқарып отырсыздар. Солай болып тұр, бірақ егер біз сайлау, саяси партиялар туралы заңды жаңадан қабылдатсақ, онда сайлауға қатысып мәжіліске өтуіміз керек қой, түбі. Солай емес пе? Сонда осы саясат туралы, экономика туралы біз мәжілісте талқылауымыз керек. Түбі мақсатымыз осы, менің өз басым мақсатым осы. Жалпы бұл кеңесті біздің көп айтатын азаматтық қоғамның қалыптасуының басы деуге негіз бар ма? Болады. Болады. Өйткені енді мен мына мәселелерге назар аударайын деп отырмын. Президент өз жолдауында біздің парламентіміз көп партиялық парламент болу керек деп айтты. Бұндай сөзді мен бұрын ешқашан естімеппін. Бізде плюрализм болу керек деп айтқан. Біздің кеңесіміздің отырысында бізде 5-ші колонна жоқ деп айтты. Ол өте маңызды сөздер. Өйткені бұрын бізге сендер ештеңе түсінбейсіңдер, сендер анандайсыңдар, мынандайсыңдар деп айтқан болатын ғой. Қазір сосын президент твиттерде былай жазды. Ұлттық кеңеске кірген адамдар патриоттар және интеллектуалдар деп айтты. Әлбетте бұл сөздер бізге жағымды. Өйткені бұрын биліктің тарапынан бұндай сөзді біз естімедік. Енді мынаған назар аударайын деп отырмын. Президент жолдауында қазақ ұлты осы мемлекет құраушы ұлт деп айтқан. Ешқашан бұндай сөзді ешкім айтқан жоқ, ресми түрде. 93-ші жылы қабылданған конституциямызда бұндай сөз болған. Сосын алып тастады. Ол өте маңызды. Қазақ тілі ол тек қана мемлекеттік емес, ол ұлт аралық
тілге айналу керек деп айтты. Мына кеңестің отырысында кейбіреулерге қазақ мемлекеті болғаны тиімсіз деп айтты. Шекарамыз бар екен, біз біртұтас ел екеніміз кейбіреулерге ұнамайды деп айтты. Ол өте маңызды сөздер. Біз бұл идеяларды бірнеше жыл болды айтып келе жатқанымызға. Сондықтан мен дәл осы сөздермен келісем. Енді бұл сөз емес, енді бұл сөзді біз сөздерді жүзеге асыруымыз керек. Заң қылып, нәтиже керек, былай жалпы айтқанда. Түсінікті, Мұхтар Болатханұлы, енді өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы жұмыстың ауқымы керемет екен, шынымен масштабы деген үлкен. Бұл ретте енді сіздер мысалы бүкіл уақытыңызды сол жаңағы осы кеңесте көтерілген мәселелерді орындауға жұмсайтын болып тұрсыз ғой, Ал біздің білуімізше кеңестің мүшелеріне жалақы төленбейді, Сонда сіз дайынсыз ба осы жұмысты өзіңіз көтеріп жүруге? Мен қоғамдық жұмысымен айналысқаныма бір 10 жылдай болды. 10 жылдай. Сондықтан ол маған бір жаңа жұмыс емес. Мен одан бұрын да, бұдан былай да осы қоғамдық жұмысымен айналысып келе жатырмын. Ал әлбетте бұндай жұмысмен айналысу үшін мүмкіндік болу керек. Дұрыс айтасың. Құдайға шүкір, менде бұндай мүмкіндік бар. Сондықтан мен бұл жұмыспен әрі қарай да айналыса беремін. Түсінікті. Ал айлық жоқ, ол рас. Кеңес тарапынан айлық жоқ. Бірақ ұшаққа, қонақ үйге ақша бөлінеді. Ол шығындар. Шығындар өйткені жан жақтан адам келеді ғой, оларға ұшаққа, қонақ үйге деген ақша бөлінеді екен. Түсінікті, бұл нарық заманда ол да қажет. Әлбетте, онсыз кім келеді. Түсінікті. Олай болса, Мұхтар Болатханұлы, сізге осы сіз үшін ерекше мерейлі жеке туған күніңіз, жеке мерекеңіз күні студиямызға келіп алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Және осы бүгінгі әңгіме барысында көтерілген мәселелердің барлығы оң шешімін тапсын деген тілек білдіреміз. Рахмет, шақырғаныңызға рахмет. Қадірменді желі қолданушылары, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Естеріңізге саламыз. Бізде студияда қонақта болған ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі экономист Мұхтар Тайжан. Біздің хабарымыз осымен аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.